Баршаңызға сәлем. Сіздермен бірге Шолпан Әмірқызы YouTube арнамда кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін тәтті мармеладтарды үй жағдайында жасау жолын көрсетемін. Сол үшін видеодан соңына дейін көріп, лайк басып қойыңыздар. Мармеладты жасау үшін 4 мандаринді киімнен шешіндіріп, сап-сары киімдерінен шешіндіріп болған соң, оның шырынын алып, кастрюльге құйдым да 150 грамм шекерді батырып, оны жақсылап араластырдым. Шырынға салынған шекерді ерігенше жақсылап араластырып алдым да, оны газге қойып, бұрқылдатып қайната бастадым. Қайнап жатқан шырынға 2 ас қасық жүгерінің крахмалын салып, оны қоюланғанша отын пәсейтіп, араластырып отырдым. Жүгерінің крахмалы түйіршіктеліп қалмас үшін оны тез-тез араластырып тұру керек. Және кастрюльдің астына қатып қалмау керек. Енді түбі тегіс болған ыдысыма салып, оны дем алып тұрыңдар деп суытып қойдым. Жасылдау түсті мармелад дайындау үшін 5 кивиді алып, оны қоңыр киімдерінен аршыдым да, оны блендерде шырынын алып, кастрюльге құйдым. Оған 150 грамм шекерді салып, оны да 25 минут қайнаттып, қоюланғанша, одан кейін оны суытып, тоңазытқышқа 1 сағатқа салып қойдым. Міне біздің мармеладтарымыз дайын. Үстіне шекерді салып, астына да үстіне де шекер салып, мармеладымызды көрсетіп тұрмын. Дайын болған мармеладтарымызды тақтайшаға қойып, үстіне шекерді сеуіп, енді оны кесіп, ыдысқа сала беруге болады. Алдағы уақытта да өзімнің осындай рецептеріммен бөлісіп отырамын. Сол үшін видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Ал видеоны достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Менің YouTube арнамның дамуына үлес қосып жатқандарыңыз үшін рахмет. Мармеладты жасап көріңіздер. Алдағы уақытта қандай рецептерді бөліскенімді қалайсыздар? Және де қандай ас мәзірін ұсына аласыздар маған? Ал енді кездескенше сау болыңыздар. Осындай мармеладтарды жасап, отбасы мүшелеріңізді қуантып қойсаңыздар болады. Мені үйге келген қонақтарға да, үйдегі отбасы мүшелеріңізбен де осындай мармеладты жасап көріп, жеуге әбден болады.